Сәлем оқушылар, бүгін бізде 3-ші сыныптың 66-шы сабағы ауызша көбейту және бөлу, онға жүзге көбейту және бөлу. Бірінші есепте ежелгі және қазіргі уақытта ғимараттар неден тұрғызылғанын білесің бе? Есептеулерді орындап, олардың неден тұрғызылғанын анықта. Жақсы. 27 дейді. 27 қосу 15-ті бізге айтады бөл 6-ға қос 8 пен 5-тің көбейтіндісін дейді. Мына жерде ең бірінші орындалатын амал 27 мен 15-ті қосамыз. Бұдан бізде 42 шығады. Енді екінші амал 42-ні 6-ға бөлеміз. 7 шығады. Үшінші амал 8-ге 5-ті көбейтсемін 40 болады. Және төртінші амал 40-қа 7-ні қосамын 47 болады. Біріншісі бізде мына ғимарат бізде тастан жасалған екен. Тастан. Тас. Келесі екінші есебіміз 82 азайту 74 бөлемін 2-ге, көбейтемін 7-ге, қосамын 7 көбейту 4 дейді. Бұда ең бірінші қараңыздар 82-ден 74-ті азайтасыңдар. Сонда бізде шығады 8 шығады, Енді екіншісі 8-ді 2-ге бөлесіңдер, 4 болады. Үшінші орындалатын амал 4-ті 7-ге көбейтеміз, 28 болады. Төртінші орындалатын амал 7 мен 4-ті көбейтеміз, 28. Ал енді бесіншісі 28-ге осы 28-ді қосамын, 56 болады екен. Мына ғимарат бізде ағаштан жасалған екен. Үшінші есепті қарастырайық, үшті мында жазайын. Үшінші есепте 91 азайту 83 көбейтемін 3-ке, бөлемін 4-ке. Ең бірінші 91-ден 83-ті азайтамыз. Жауабы бізде болады 8 болады ғой. Енді екінші 8-ді 3-ке көбейтемін 24, үшінші 24-ті 4-ке бөлемін 6. Мына ғимарат бізде кірпіштен жасалған екен. Келесі суретке берілген жазбаларды қара дейді. Мына жерде бізде бір қатар 10 бөліктен тұрады, 10 кубиктен тұрады. Значит, мына жерде 10 кубик бар деген сөз. 1-ді 10-ға көбейткенде 10 болады, 10-ды 1-ге көбейтсек те 10 болады. Көбейткіштердің орындарын ауыстырғанмен көбейтіндінің мәні өзгермейді деген қағидамыз бар. Келесі бізде әр қатарда 10 текшеден және 4 қатар бар. 4 қатарда сонда 40 текше болады. Мына 10, 20, 30, 40 болады. Мына 10 қатарда 10 текшеден, яғни 100 текше болады екен. 10-ды 10-ға бөлсек 1-ден келеді, және 40-ды 10-ға бөлсек 4 болады, 100-ді 10-ға бөлсек 10 болады. Келесі мына қатарды бізге шығар дейді. 15-ті 10-ға көбейтсек, 15 көбейту 10 бізде 150 болады. Яғни 15-дің соңына 1-0 тіркейміз. 10-ды 15-ке көбейтсек те бізде 150 болады. Келесі 150-ді 10-ға бөлсек 15 болады. 150-ді 15-ке бөлсек 10 болады. 23-ді 10-ға көбейтсек 230 болады. 10-ды 23-ке көбейтсек 230 болады. Ал 230-ды 10-ға бөлсек 23 болады. Ал 230-ды 23-ке бөлсек 10 болады екен. Мына жерде үшінші тапсырмада қараңдар. 5-ті 100-ге көбейткенде 5-ті жазамыз. 100-дің артында, 1-дің артында қанша 0 бар? 2 0 ма? 5-дің соңына 2 0 тіркейміз. Мысалы 5 көбейту 10 ба? 5-ті жазамыз. 1-дің артында қанша 0 бар? 1 0 бар ғой, 1 0 тіркейміз. Келесі мына жерде 500 бөлу 100 ба? 5-ті 1-ге бөлсек 5-тің өзі шығады. Мына 1 0 мен мына 1 0 жойып кетеді. Мына 1 0 мен мына 1 0 жойып кетеді. Сонда ешқандай 0 қалмайды, 5-тің өзі болады екен. Келесі тапсырма.
Төртінші тапсырмада қарайық. 9-ды 10-ға көбейтеміз. 9 көбейту 10. Бізде 9-ды жазамыз. 1-дің артында 1 0 бар. 1 0 тіркейміз. 10-ды 9-ға көбейткенде де бізде 90 шығады. 90-ды 9-ға бөлеміз. 9-ды 9-ға бөлсек 1, мына 1 0-ді жойып кететін 1 0 жоқ, сондықтан да 0-дің өзін тіркей қоямыз. Ал 90 бөлу 10 деген кезде 9-ды 1-ге бөлсек 9, мына 0 мен 0 жойылып кетеді, 9-дің өзі қалады. Келесі 7 көбейту 100 десек, 7 бірім 7 ғой. Мына 1-дің артында 2 0 болса, 2 0 тіркейміз. 100 көбейту 7 дегенде 7 бірім 7 ма? Мына 2 0 болғандықтан 2 0 тіркейміз. 700 бөлу 7 десек, 7-ні 7-ге бөлсек 1 шығады, мына 2 0-ді тіркей қоямыз. Өйткені олар жойылып кетпейді. 700-ді 100-ге бөлетін болсақ, 7-ні 1-ге бөлсек 7 шығады, мына 1 0 мен мына 1 0, мына 1 0 мен мына 1 0 жойылып кетеді, сонымен 7-нің өзі қалады. Үлгі бойынша тағы 2 баған құрастырып оларды есепте дейді. Былай жасаймыз. 24 көбейту 10 бізде 240, 10 көбейту 24 ол да бізде 240. Я? Енді 240-ты 24-ке бөлем 10 болады, 240-ты 10-ға бөлем 24 болады. Келесі мына әсі ғой. Келесі мына 6-ны 100-ге көбейтем. 6 көбейту 100 600 болады. 100-ді 6-ға көбейтем 600 болады. 600-ді 6-ға бөлем 100 болады. 600-ді 100-ге бөлемін 6 болады. Келесі тапсырма. Келесі 5-ші тапсырмада бізге есептеңдер дейді. 3 көбейту 10 30 болады. 30 бөлу 10 3 болады. 7 көбейту 10 70 болады. 70 бөлу 10 7 болады. 2 көбейту 100 200 болады. 200 бөлу 100 2 болады. 8 көбейту 100 800 болады. 800 бөлу 100 8 болады. Енді бысын орындаймыз. Бысында 34 көбейту 10 340 болады. 340 бөлу 10 34 болады. 46 көбейту 10 460 болады. Енді 460 бөлу 10 46 болады. 83 көбейту 10 830 болады. Енді 830-ды 10-ға бөлсек 83 шығады. 54 көбейту 10 540 болады. 540-ды 10-ға бөлетін болсақ 54 болады. Келесі 6-шы есепті қарастырайық. Так, 6-шы есепте асын қарастырайық. Келтек ағаштың ұзындығы 10 см. К бізде 10 см. Ал тақтайдың ұзындығы Т деп қысқаша жазайын, бұл бізде 400 см. Мынау мынаған қарағанда неше есе ұзын? Я, шешуі деймін, 400-ді 10-ға бөлемін, сонда бізде 40 болады. 40 есе ұзын. Жауабы 40 есе ұзын. Әсін қарастырайық. Келте ағаштың ұзындығы К дегеніміз келте, дәптерге дұрыстап жазамыз, келте деп, ал тақтайдың ұзындығы 400 см. 400 см. Тақтайдың ұзындығы келте ұзындығына қанша сантиметр артық дейді. Қанша сантиметр артық? Просто артық дейді. Шешуі 400-ден 10-ды азайтам 390 болады. Жауабы 390 сантиметр артық. Артық. Келесі тапсырма. Бысын қарастырамыз енді. Бірінші құрылысшы 400 кірпіш, 1 деп қояйын. 400 кірпіш. Екінші құрылысшы белгісіз, бірақ мынадан 2 есе артық. 2 есе артық дейді. Енді бізден сұрап тұр, екінші құрылысшы қанша кірпіш дейді. Шешуі 400-ді 2-ге бөлеміз. 4-ді 2-ге бөлсем 2, мына 2 0-ге қысқаратын 0 жоқ, 2-ні тіркейміз. 200 есе артық. Жауабы 200 есе артық дейміз. Келесі, 5-ші тапсырмада бірінші құрылысшы 400 кірпіш қаласа, екінші құрылысшы оған қарағанда 2 есе артық дейді. Ал бұл екіншісіне қарағанда мына бірінші құрылысшынікі екіншісіне қарағанда 2 есе артық дейді. Я, сонда екінші құрылысшы, кешірерсіздер, мына жерде екіншісі 2 есе болғандықтан 2-ге көбейтеміз, 800 болады. 800 болады. Ал мынау жаңағындай болады, шешуі 400-ді 2-ге бөлеміз, сонда бізде 200 болады екен. Жауабы 200 есе артық екен. Мынау екіншісі 800 кірпіш қалады болады. Жауабы 800 кірпіш қалады. Кірпіш қалады.
Так, балалар демалыс орнынан 10 автобуспен қайтты, әр автобуста 15 қыз және 23 ұл бар. Демалыс орнынан барлығы неше бала үйлеріне оралды дейді. Балалар демалыс орнынан 10 автобуспен қайтты. Так, қайтты 10 автобус, иә? Ал әр автобуста қыздан 15-і, ұлдан 23-і бар. Демалыс орнынан барлығы неше бала үйлеріне оралды. Так, мына жерде шешуі барлығы қанша ғой бізде сұрап тұрғаны. Шешуі бірінші 15-ке 23-ті қосам. 15 қосу 23. Бізде неше болады? 38 болады. Бір автобуста, бұл бір автобуста, иә? Енді дәл осында бізде 10 автобус бар. 38-ді 10-ға көбейтем, 380 болады екен. Сонда жауабы барлығы деймін. 380 бала. Келесі тапсырма. 45 азайту 25. 45 азайту 25-ті бөлемін 2-ге, қосамын 4-ті. Ең бірінші орындалатын амал 45-тен 25-ті азайтам, 20 болады. Енді екінші орындалатын амал 20-ны 2-ге бөлем, 10 болады. Үшінші орындалатын амал 10-ға 4-ті қосам, 14 болады. Келесі тапсырма екіншісі. 84 азайту 82-ні дейді, көбейтемін 6-ға, бөлемін 4-ке. Бірінші 84-тен 82-ні азайтсам 2 болады, және екінші 2-ні 6-ға көбейтсем 12 болады, үшінші 12-ні 4-ке бөлсем 3 болады. Сонымен біріншісінің жауабы бізде 14 шықты, я, екіншісінің жауабы бізде 3 шықты. Келесі енді бізде үшінші тапсырма, иә? Үшінші тапсырма, кішкентай алып жазайын. 60 азайту 35 азайту 26 көбейтемін 2 дейді. Ең бірінші мына жерде орындалатын амал 35-тен 26-ны азайтасыңдар, 9 болады. Екінші 9-ды 2-ге көбейтесіңдер, 18. Үшінші 60-тан 18 азайтасыңдар, 42 болу керек, 42. Төртінші тапсырма. 80 қосу 2 көбейту 3 қосу 6. Бірінші орындалатын амал 3-ке 6-ны қосам, 9. Екінші орындалатын амал 9-ға 2-ні өтем, 18. Үшінші орындалатын амал 80-ге 18-ді қосам, 98 болады екен. Келесі 5-ші есепте 2-ге 5-ті көбейтем. 2 көбейту 5 қоссам 6 көбейту 2. Бірінші 2-ге 5-ті көбейтсем 10 болады. Екінші 6-ға 2-ні көбейтсем 12 болады. Үшінші 10-ға 12-ні қоссам 22 болады. 6-шы есеп мұнда жаза қойын. 6-ға 8-ді қосып 2-ге бөліп қосамын 6-ға. Бірінші 6 мен 8-ді қоссам 14. Екінші 14-ті 2-ге бөлем 7. Үшінші 7-ге 6-ны қосамын 13. Осымен бүгін... жоқ, бізде 9-шы есеп бар екен мына жерде. 9-шы есепті қарайық. Қорапта, мында сият жария. Қорапта 4 қызыл, 4 көк моншақ бар дейді. Егер қораптың ішінде қарамай 5-еуін алатын болсақ, ең болмағанда оның біреу қызыл моншақ болуы мүмкін бе дейді. Так, 5-еуін алатын болсақ, оның ең болмағанда біреуі қызыл моншақ болуы мүмкін бе дейді. Мүмкін, иә? 5-еуін алатын болсақ, қарайық. 4-ке 4-ті қоссақ 8 ғой. Оның 4-еуін алатын болсақ, көк болатын болса, иә, көк болатын болса, қалған біреуі қызыл болуы мүмкін. Өйткені біз 5-еуін алып жатырмыз. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Каналыма тіркеліп, сабағыма лайк басып кетіңіздер.